деп клип түсірейін деп жатыр осындай бір жерде. Анда өтірік студия емес, шын медиа түсіріп жатыр ғой. Далада жаурап тұрды. Костюм өзін ақтады. Ақшасын ақтады. Қалайсыңдар? Менде өте жақсы жаңалық бар. Так что дұрыстап тыңдап алыңыздар. Мен дәл қазір Алматы қаласындамын, оны білесіздер. Бірақ уже ертең мен Шымкентте боламын деген сияқты ғой, короче. Енді сұрақ, не үшін Шымкентке баратырсың деп айтатын болсаңыздар, неге о жақ? Біріншіден біз о жаққа арасында да съемкаларға барамыз, или рекламаларға шақырады, или модель болып берші, киімдерімізді киіп суретке түсіп берші деп шақырады. Ал бұл жолы жұмыспен емес, прям концертке бара жатырмын. Кімнің концерті десеңіздер, менің Ербол Байырбеков деген ағам бар, получается. Нағашы ағам ғой енді. Көп әндердің авторы, сен маған сүйуді үйреттің, Жазира мен Жанболаттың көп әндерінің авторы. В общем, мені шаншар. Короче, сумдық очкілер сатып алдым. Покажи, что это синее именно. Наверное, вот это сейчас одену в эфир. Так. Қалай, жақсы болып тұр ма? Қалай? Кішкене жақсы болып тұр ма? Бірақ қолдан андай деген сияқты ғой. Үлгермей жатырмын, кәдімгі үлгермей жатырмын. Еще Айгүленовқа бару керек қазір. Гүлді алып. В общем, күтіңіздер. Ой, әдейім болып тұр екен да бүгін, Бүгін күн прям маған өзіме ұнап жатыр бар ғой, бір жаным кіріп жатыр ғой, жаным. Айтылмай қалған сырлар ашылып, айтылмай қалған әңгімелер айтылып, бір күшті болып жүрмін бар ғой, бір бүгін. Жанып жүрмін, от болып тұрмын, найзағай болып тұрсың, короче, бүгін. Білмеймін почему, но сондай болып тұр енді. Сол бүгін бір қызық встреча. Достар, қайырлы кеш. Біз бүгін Санаммен кездестік. Сәлем, балапандар. Ой, бұл да жібереді әңгімені. В общем, Санам деген ол біздің бұрыннан келатқан подругамыз. Арасында екеуміз рилстар түсіріп, видео түсіріп, сөйтіп жүретін подругам ғой енді. Бірақ енді Айгүлге, по идее, сразу ескертіп қойғам, бүгін мен съемкаға баратырмын. Бір қызбен скоро көресің, енді көрген қыз деген сияқты. Енді надеюсь, қызғанып, не істемейтін шығар, кипиш устроить етпейтін шығар деген ойдамыз. Санамның негізі басы бос, поэтому Санамға бір-екі сұрақ қойық. Так, сізге қандай жігіттер ұнайды? Маған басы бос жігіттер ұнайды. Дальше. Сіздің внимание көп бөлетін. Гүл беретін всегда. Күн сайын 101 тал гүл берейін. Күн сайын емес, енді бір аптасына бір рет. Аптасына десең, дальше. Заботный жігіттер ұнайды. Енді red flag деген бар. Мен көп таныстарымнан сұраймын. Сізге қандай жігіттердің қандай качестволары ұнамайды? Запрет қоятын жігіттер ұнамайды. Нан істеме, нан киме, анау-мынау, дальше. Сосын қызы бола тұра бір қыздармен сөйлесетін жігіттер ұнамайды. Дальше. Сосын көп жоқ болып кететін, іздемейтін, жазбайтын жігіттер. Хорошо. Айтып жаңа не деп айттың? Жаңа саған жіберген видеоны түсірейікші. Ол видео енді кішкене ұятсыздау видео болыпты да, мен соны ұялып тұрмын, мен айтып тұрмын да, қалай болады екен, Айгүл не ойлайды екен дейді, бірақ это же юмор, типа по приколу ғой, түсіре берейікші деп қоймай жатыр. Неге именно сол видео? Білмеймін, ұнайды маған. Ұнайды емес, өтеді деп айттың ғой жаңа, енді ұнайды дегенше. Ну ладно, в общем, достар, енді ол видеоны жерге саламаймын, ренжімеңіздер енді. Оны қазір телеграмға салатын боламын. В общем, түсірейік ал, кеттік па? Кеттік.